Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын қолдау аясында Маңғыстау облысының кәмелетке толмаған сотының төрайымы ретінде киелі Маңғыстаудың зергерлік өнері туралы айтқым келеді. Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихынан ерекше орын алады. Өнердің бұл түрінің төп түркіні мыңдаған жыл әріде жатыр. Археология деректеріне қарағанда, Қазақстан территориясында мыс, алтын, тағы басқа асыл және түсті металдарға бай кен орындарын игеру ісінің ежелгі замандарда қолға алынғандығын айғақтайды. Түп тамыры сонау әріде жатқан зергерлік өнер ұлттық мәдениетіміздің тарихында өзгеше орын алады. Зергерлік өнердің өзіндік жасалу ерекшелігіне тән кәсіптік мінездемесі бар. Зергерлер заттарға өте үлкен әсемдік беру үшін көбінесе алтынды, күмісті пайдаланған. Зергерлердің арқасында білезік, жүзік, шашына сыңғырлатып шолпы шашбау тақпайтын қыз-келіншектер некен саяқ кездескен. Соның бірі құдағи жүзік. Жұмсақ, қақтауға төзімді, оңай өңделетін металл күмістен жасалады. Қос саусаққа бірдей киілетін үсті шаңырақ тәрізді жалпақ, кейде күмбезді болып келеді. Жарқыраған ашық түсті күмбезге екі жерден шаңыраққа ұқсас өрнек салынады. Астында екі саусаққа киілетін қап орналасады. Құдағи жүзік сәнді болу үшін бал-бармақ қолөнер шеберлері арнайы таңдалады. Құдағи жүзікті құда түскен екі ауылдың құдағилары біріне-бірі сыйға береді. Мақсаты екі елдің баласы тіл табысып, бір шаңырақ көтереді. Ірге көтерген шаңырақтың босағасы берік, ғұмырлары ұзақ болуын қос құдағи осы жүзіктей берік ұстап, көңіліміз күмістей таза жарқырап жүрсін деген мақсатпен тағылады. Күмістей жұмсақ қақтауға төзімді, жарқыраған төсін бермейтін металдың өзі жас отау иелерінің тауқыметке төзімді, мінезі жұмсақ, уақыт өткен сайын өңін бермейтін әдемілігі, татулығы сақталсын деген түсінік. Мәні тереңде жатқан осы бір қарапайым зергерлік бұйым ғасырлардан сағынтып жеткен бабалардың сарқытындай әсер етеді.